Ассалаумағалейкум көрермендер, менде және де бір жаңа видео. Бұл видео көлік айдайтын жандарға арналады, яғни жолаушылық таксистерге ұзақ жолға шыққанда бірден мақсатқа көшейік. Қазақстанда, елімізде қазір қалада және сырт жерлерде, трассаларда радар, сергек дегендер бара-бара көбейіп бара жатыр. Әрине, антирадардың бағасы өте қымбат, оған әрбір адамзаттың қолы жете бермейді. Менде қызық бір ақпарат бар. Қарапайым сотка ойлайсыз ба, сол 60-80 мың радармен бірдей жұмыс істейді дегенге сенесіз бе? Онда мен сіздерге айтайын. Play Marketке кіреміз, антирадар жазамыз поисковик строкаға. Мұнда өте көп бізге мына жерде GPS антирадар лейт деген тұр ғой. Осыны жүктеп аламыз. Пока жүктеп болғанша видеоны пауза қойып тұрайын, сосын жалғастырамын. Мінекей жүктеліп болды. Ішіне кіріп, не бар екенін көріп, сіздерге бір мәліметтермен бөлісейін. Открытты батарай. Так, добро пожаловать. Рахмет. Продолжить. Принять. Выбрать право. Базу дейді. Қазақстан таңдаймыз. Себебі мен Қазақстанда өмір сүремін. Выдать разрешение. Готово. Мінекей ашылды. Бұл жерде ешқандай настройкасын өзгертпейміз. Обновить база керек емес деп айтайын деп тұрмын, бірақ уже обновить етіліп қойды. Больше зашиты про версии дейді. Міндет түрде бұл осы батырманы басамыз. Скачать на Google Play. Бізге автомат түрде Google Play-ге өтеді. Бұл жерде ақылы. Мен бұл программамен жұмыс істеп жатқаныма 1,5 жыл болды. Сол кезде мен 300 теңгеге сатып алғанмын. Қазір көрейік қанша теңге. Менен ештеңе сұраған жоқ. Мен ойлаймын, бәлкім менде осы Google аккаунтта менде подписка бар осы программаға. 3 теңгеге мен алдым сатып алғанмын деп тұрмын ғой. Сол себептен маған тегін тартуға мүмкіндік беріп тұр деп ойлаймын. Өйткені мен жақында сотка ауыстырдым. Бұл ескі соткамда қалып кеткен еді. Бірақ бұл ақылы. Сол кезде мен 3 теңге алғам. Мүмкін әлі 300 теңге болуы мүмкін. Открыть бастырмасын басамыз. Продолжить, принять, выбрать базу, Қазақстан, окей. Разрешить. Я енді предложениені разрешить қыламыз. Ішіндегі антирадар. Разрешить. Және де разрешить. Сонымен назадқа шығамыз. Готово. Бұл міндет түрде настройкаларды көреміз. Біз өйткені ақылы версиясына тұрмыз. Настройка устройства Huawei для конкретно. Жарайды. Дополнительный. Бұл жерде камера. Ограничение 60. 500 метров. Дәл осылай хабарлайды. Бұл жерде қашықтық бар еді, міне. Мен 1200 метрден сіз көліктің жүру жылдамдығына байланысты 1000 метр, яғни 1 километр. 1 километр сізге ескертіп алдын ала. Сіз оған дейін өз жылдамдығыңызды төмендеп үлгересіздер. 1000 метр таңдағым. Әрине 1200 таңдасаңыздар да болады. Опа. Камера. Ограничение 40. 500 метров. Направлено в спину. Дәл осылай хабарлайды. Біз жеңіл машинамыз. Кімде жүк машина, мотоцикл болатын болса, сол таңдайды. Менде жеңіл машина. Ары қарай енді келеміз. Управление голостар, музыка, жаңағы сөйлеп жатқан қыздың дауысын өзгерту. Әзірге маған ол қажет емес. Статистика. Бір қосып, бір қалаға жетіп алыңыз. Болмаса бір сағат, 2 сағат арасында сіз қосып жүрдіңіз. Өшіргеннен кейін сіз мына жерде сізге отчет беріп отырады. Статистика бөлімінде.
Қалғандары өте маңызды емес. Ең бастысы осы, бізге арақашықтық общая настройка, дополнительный және дистанция предупреждения. Осы жерде арақашықтықта қойып аласыздар. Болды. Қалада емін еркін жүре беріңіздер. Бұл база сіз ойлағаныңыздан артық жұмыс істейді. Себебін айта алмаймын. Ең бастысы сіз бұны пайдаланыңыз, сол кезде сіз көресіз себебін. Видеоны соңынан тыңдағаныңыздар үшін сіздерге мың алғыс. Каналға тіркеліп өтіңіздер. Алдағы уақытта әрине осындай қызықты жаңалықтармен сіздермен бөлісе отырамын. Ал егерде бір приложениямен, программамен сіз түсінбей жатқан болсаңыз, міндетті түрде маған комментарийға жазыңыз. Сол жайлы мен видео түсіретін боламын. Ал көріскенше сау болыңыздар.